Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестерім, оқушылар, сынып жетекшілер. Бүгін сіздерге білім класс жүйесінде жаңадан енгізілген білім класс бонустық жүйені қалай біз іске асырамыз, сол бойынша осы видеода түсіндіріп өтуге тырысамын сіздерге. Бұл жүйе не үшін керек деген сұрақтарыңызға бір жауап беріп кетсем, егер де оқушылар жақсы баға алып жатса, бестік баға 9-10 деген балды алып жатса, күнделікті 100 теңге түсіп отырады. Қорытынды бағалар, яғни БЖБ, ТЖБ-ларына 85%-дан жоғары дегеніміз, ол балдық жүйеге байланысты 5 деген бағаны алатын болса, 200 теңгеден түсіп отырады. Ал қорытынды бағаларына, балалардың 5 деген бағаларына 300 теңгеден түсіп отырады. Лимит 5000 теңге айына. Ол ата-ана мен оқушыны қазір байланыстырамыз. Қалай екенін мен сіздерге көрсетемін. Сынып жетекшінің атынан кіріп, оқушының ішіне кіріп, ата-ананы байланыстырамыз. Тегі аты жөнін, телефонына хабарлама жібереміз. Сол хабарлама арқылы ата-аналар білім классқа тіркеледі, яғни жеке логин, паролін алады. Міне ата-ананың атынан кіргеннен кейін, яғни мысал үшін мектепте бір емес бірнеше оқушы оқитын ата-аналар да бар, осының барлығы тұрады байланысқан. Енді осының ішінде кабинеттің ішіне кіреді ата-ана. Кабинеттің ішіне кіргеннен кейін деректерді жіберу дегеннің ішінде міне Freedom банкке деректерді жіберу келісімі тұр, яғни парақшаға өту дегенді басады да, міне шарттары тұр, кімдер қатыса алады, 2-11 сыныптар, үздік бағалар үшін ақша жолы қандай, Freedom картты қазір ашуымыз керек, мынаның барлығы тұр. Яғни екі баланы да міне таңдай салады. Көрдіңіздер ме? Freedomның келісім шартына, яғни ата-ана оқыды да келісті. Осыны баса саламыз. Енді қазір SMS келеді ата-анаға, SMS келді. Енді қараңыздар, Freedom Super App қосымшасын жүктеп алыңыз дейді, яғни осы қосымшаны бізде жүктеп аламыз. Freedom банк емес, Freedom Super App деген, жаңағы біздің басылғанымыз, міне мынау ата-ананың атынан кіріп отырмыз. Енді осы жерде қазақшаны таңдайық, бастау. Телефон номері, яғни ата-ананың өзінің телефон номерін бірінші басамыз. Міне мамасы, яғни жаңа көрдіңіздер, кірді. Енді оқушының номеріне код келді, қандай? 67-86. Құжаттарға қол қойыңыз дейді. Яғни қол қоюды баса саласыздар. Карта дизайн таңдаңыздар дейді. Мұнда дизайн таңдайсыздар, қандай болсын? Картадан таңдаңыз, цифрлық картаны шығарғаннан кейін пластик картаға кейінірек карта бетіне тапсырыс беруге болады. Немесе пластикалық карта, пластикалық карта десеңіздер, өздеріңіздің мысалы көшірулеріңізді жазасыздар. Болды, өтінім қабылданды. Енді мына жерде баланың өзінің атынан кіреміз, тоже Freedom Super App дегенді басып аламыз. Содан кейін тура жаңағы ата-ананың сияқты жібереміз. Растау коды ата-анаға деп тұр. Растау кодын айт. Жаңағы бастауыш ата-ананың растау кодын сұрап жіберу. Міне яғни Аленор деген міне қосылды. Бір айдың ішінде максимально 5000 теңге дейін бонус ала алады. Яғни ақша түскені осы жерде көрініп тұратын болады.